Дзюдо тәртіп пен табандылыққа баулитын күрес түрі. Жапонияда бастау алып, бүгінде бүкіл әлемге тамыр жайған бұл спорт Қазақстанда да қарқынды дамып жатыр. Әсіресе 3 олимпиадада олжалы болған Елдос Сметов, олимпиаданың қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаев, әлем чемпионатының күміс жүлдегері Абиба Абужақынованың жеңісті жолы жастар мен жасөспірімдердің қызығушылығын арттырды. Алибиқа, үйге барасыздар, Санжар. Артпен жүгіреміз, хажымай. Батыс Қазақстан облысының намыс дзюдошылар клубының аға бапкері Әлішер Аймұхамметов бүгінде 7 мен 16 жас аралығындағы 140 баланы жаттықтырады. Олардың арасында облыстық чемпионаттардың, халықаралық жарыстардың жеңімпаздары, спорт шеберлігіне кандидаттар бар. Дзюдодан балдар енді дзюдо ол олимпийский спорт түрі, номер 1 спорт түрі деп айтуға болады. Сол үшін балдар Елдос Сметов, Абиба Абужақынова соларға қарап ашып отыр балдар. Сбор ұтқаннан кейін Қазақстанға барады, Қазақстаннан орын алып, сборная кіреді, ары қарай күреседі. Бірақ енді каждый 100% бала сол чемпион болмайды, ішінде бір 20% шықса, ары қарай барады балдар. Бұл кішкентай жеткіншек Алуа Ізбасар. Бапкері Әлішер үміт күтетін талантты спортшының бірі. Жасы онда. Дзюдо залына келген бірақ жылда біраз жетістікке жеткен. Сары пояс алдым, 4 медалім бар. Жекпе-жекке бардым, Батыр Опен капқа бардым, Саратовқа бардым 2 рет. Саратовтан бірінші орын алдым. Кімді көресің? Ута Абы, Абиба Абужақынова, Елдос Сметов, Юширо Маруяма, олимпиаданы ұтқым келеді. Абиба сияқты болғым келеді. Алуа сияқты жас ұрпақтың асқақ арманын орындау үшін, осы спортты барынша ілгерілету үшін, облыстағы федерацияда, құзырлы басқармада тынымсыз әрі өнімді жұмыс істеп жатыр. Басқарма тарапынан бүкіл жағдай жасадық дегенмен де қосымша балдардың кимоносы, кимоно қазір арзан тұрмайды. Бір кимононың өзі 170 мың, 180 мың тұрады деген секілді. Олардың витаминдері, олардың поездкілері көп жағдайда федерация тарапынан шешіліп келе жатыр. Федерация тарапынан 50-50 жұмыс жүріп жатыр. Соның нәтижесінде үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Мотивация дейді қосымша. Біз енді спортшыларды жалақыға отырғызып, айлығын көбейткенмен, олардың разовый беретін дүниелері федерация тарапынан жүзеге асырылып келе жатыр. Дзюдода да федерация өте жоғары деңгейде жұмыс жасайды. 25 жылдың қорытындысы бойынша облысымызда үздік федерация номинациясын алды. Енді сырт көз сыншы ғой, көп азаматтар бағдарлет өзі дзюдоист болғандықтан дзюдоға берді дегенде сыни пікірлер қалыптастырып жатыр екен. Бірақ енді ол олай емес. Бізде белгілі бір ереже бар. Жылдың басында біз бекіткен. Содағы критерийлерге қарасақ, ең үздіктің ішінде дзюдо федерациясы шықты. Облыс әкіміміз Нариман Торайғайлы тікелей қолдайды. Жалпы өзіміздің шараларымызға көңіл бөліп келіп тұрады. Дзюдошыларға үлкен көмек береді. Облыстық спорт басқармасы Бағдәулет Маратұлы бірталай іс-шаралар өткізіп, осы шараларымыздың әдемі өтуіне, жалпы дзюдошыларымызды қолдап, үлкен әлемдік аренада күресуіне үлкен себебін тигізіп отыр. Енді осындай қолдаулар бар кезде жалпы үлкен жетістікке жету үлкен мақсат деп ойлаймын, жетуіміз керек деп ойлаймын. Былтырғы барыс жылы жемісті жыл болыпты. Республикалық дзюдо федерациясы Батыс Қазақстан облысында дзюдодан өткен жарыстың бәрін ұйымдастырылуы жағынан жоғары бағалаған. 2019 жылы бізде спартакиада өтті. Қазақстан Республикасының дзюдо бағдарламасы. Одан кейін 21 жылы бізде ересектер арасында чемпионат Қазақстан өткіздік Оралда. Одан кейін жастар ойын өткіздік. Енді былтыр біз қаңтар айында жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатын өткіздік. Және биыл осы ересектер арасында Қазақстан Республикасы чемпионатын жоспарлап жатыр тамыз айына. Осы 25 мамыр айында біз Асқар Шайхиевтің еске алған дзюдо күресінен ашық республикалық турнир өткіздік. Және бұл турнирдің ерекшелігі бірінші орын алған палуандар спорт шеберінің атағына ие болып жатыр. Бұл жерде дзюдо тарихында тұңғыш рет көлік тігілді. Ол көліктің өзі бір белгілі бір балуанға емес, жеребе арқылы таратылды. Жеребе нәтижесінде ақтөбелік шатаспасам бір қарындасымыз жеңіп кетті.
Ол да бір біздің өңірдегі дзюдоның бір әділетті көрінісі деп білеміз. Қазіргі таңда татамиде топ жарып жүрген спортшылардың дені облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған мектеп колледжінде оқиды. Бұл жер енді былай айтсақ, қалай айтсақ, база деп айтсақ болады ғой. Себебі мектеп 7-ші класс мектептен бастап 11 оқиды, одан қалғандары және колледж жалғастырады. Бұл енді яғни бұл жерге біз 7-ші классқа түсер алдында іріктеп аламыз балдарды. Жасөспірімдер арасында ең үлкен жеңістік ол әлем чемпионатының жеңімпазы Исатаев Нұрлан деген осы жердің түлегі, әлі осы жерде колледжде оқып жатыр, 2-ші курс студенті. Қазіргі таңда ересектер арасында құрамасымен оқу жаттығу жиынында әлем чемпионы болды. Еуропа кубогының жеңімпазы Сайын Алдияр деген осы жердің оқушысы болды. Өзінің оқуын Астанада жалғастырып жатыр. Крылов Данил, Асылхан Зейнуллин деген үлкен бітіріп кеткен балдар. Көтереміз, қолын аламыз. Былай захват алмаймыз. Именно қолын аламыз. Қолын аламыз, кеудемен басамыз оны, кеудемен жүгіреміз. Мына жерге дейін. Бірінші басынан, бірінші жақ, екінші жақ иығынан. Кеудемен жүгірдік, басынан, иығынан қолын көтеріп алдық. Тақымды қысамыз оны. Адам орнынан қозғала алмайтындай қылып. Қолды өткіземіз. Не кимоносын, не поясын, не арт жағын. Қолын контроль ұстаймыз. Толық контроль қолын алдық па, сол кезде уже тақымды жіберуге болады. Оған дейін тақым босамайды. Сәл өзімізге тартамыз. Бұрамыз. Асай көрме. Түсінікті ма? Батыс Қазақстан облысы ғана емес, күллі қазақ елі үміт күтетін Мырзатай Қыдырбай, Фатима Сұпығалиева, Зейнолла Нұрхан сынды спортшылар да осы мектептің оқушылары. Мырзатай мен Фатима халықаралық жарыстарда жеңіс тұғырынан түспей жүр. Татамиге 52 келі салмақ дәрежесінде шығатын Фатиманың бапкері әкесі Алтынбек Сұпығалиев. Алтынбек Қазақстан Республикасының спорт шебері, самбодан әлем чемпионы, дзюдодан білікті жаттықтырушы. Фатима енді ол кішкентайынан өз сондай спортқа бейім алғыр болды енді. Мен енді шыны керек дзюдоға бергім келген жоқ. Спортқа деген ынтасы мықты болды енді. Көрініп тұрды көзге. Содан гимнастикаға алып барамын, жаңа спортивный гимнастикада 1-2 айма, 3 айма қатысады, мен бармаймын, қатыспаймын деп. Ол жаққа бармай қойды. Жаңа жаттығуларға ілесіп келіп жүріп, залда қалып қойды. Сөйтіп өзі күресіп кетті. 1 жыл, 2 жылдан кейін түсіндім, бұл қыз енді күресу керек. Дзюдоға 9 жасымнан бастап қатыса бастадым. Бірақ негізі қызығушылығым ол көкем мен әкем ол кездері күрес жүрген болатын, мен кішкентай болған кезімде. Олардың әр қалаға барып, жетістікке жетіп, медаль алып жүргендеріне қызығатын. Сол үшін мен де осы жолды таңдадым. Уже артық, Бегарс, артық. Бір тарттың кір. Тарттың кір, вот отлично. Бапкерінің айтуынша Фатиманың спортшы ретіндегі артықшылығы аяғы мықты. Қанша жұлқыласаң да оңайлықпен құламайды. Мен тезет белдесуді аяқтағым келген соң, бросковый ұтқым келетін болаттым. Көбінесе солай жетістікке жеткем. Маған каждый встреча қиын өзінше. Ажымай! Алтынбек Сұпығалиев спортшыларын дзюдоның отаны Жапонияға оқу жаттығу жиынына 3 жылдан бері үзбей апарады. Қазақ балалары күншығыс елінің даңқты бапкерлерінен сабақ алып, атағы жер жарған чемпиондармен бірге жаттыған. Татамиде де күш салыстырып көреді. Жаттығу барысында Фатима атақты УТАБ-мен белдесіпті. Ондай қатты олимпиада чемпионы деп күрескен жоқпын. Қалай бар, мен қалай күрес алам, солай күрестім. Татамиде андай чемпион, мындай чемпион қарамайсың, кел, шық, күрес болды. Отатын. Дисциплина өте қатты. Олар полностью салынады, тренировка, 100%. Сені өлтірмесең, сені өлтіреді деген сияқты. Сондай күрескен кезде ешқандай аяушылық жоқ. Тренировка барысындағы жұмыстары мүлдем басқаша. Және де өте ұзақ өтеді біздікіне қарағанда. Мысалға, мен таңертең сағат 9-да басталса тренировка, обедкі 2-лерде бітеді. Олардың айтуынша, мен Жапониядағы тренерім. 45 күннің ішінде менің күресім, бәрі жоғарылады оның ойынша. Өйткені ондағы нагрузка бәрі басқаша болған. Дзюдо деген
Жапониядан шыққаннан кейін ол жақта өте конкуренция мықты, спортшылар да мықты, тәртібі де қай жағынан да жақсы болғаннан кейін біз сол жерге барып жылына бір рет кемінде бір ай жаттығып келеміз сол жерге. Фатиманың тынымсыз еңбегі ақталды. Сонау Жапониядан жинаған тәжірибесі нәтижесін бере бастады. 6-10 наурыз аралығында Түркияның Анталия қаласында өткен 21 елдің 550 спортшысы қатысқан Еуропа кубогында 52 келі салмақ дәрежесінде күрескен қазақ қызы Фатимаға ешбір қарсылас шыдас бермеді. Фатима Сұпығалиева алтын медаль иегері болды. Осылайша Фатима қыз Батыс Қазақстан дзюдо мектебінің нығайып келе жатқанын дәлелдеді. Қозғаламыз, қолын аламыз, алады. Үземіз, сразу кіреміз. Бросок. Тұрады, тез. Қолын аламыз, үземіз, бросок. Тап солай. На скоростымыз. 20 секундтан 5 серия болады. Ортада демалыс жоқ. Бірінші номер, екінші номер. Түсінікті ма? Дайындаламыз. Әжібе! Өте жақсы, Амир. Жақсы, давай. Темп. Ал бұл Мырзатай Қыдырбай, Қазақстан чемпионатының күміс және қола жүлдегері, Азия ойындарының күміс жүлдегері, 2 дүркін Еуропа кубогының жеңімпазы. Қазір мен жаңа салмаққа өттім, адаптация болып жатыр. Физикалық тұрғыдан әлі қосу керек. Қазір 81 келіге өттім. Оның алдында 70-ке күресіп жүрдім. Тайпақ ауылының тумасым, Ақжайық ауданы. Дзюдоға 7 жасымда анам алып келген. Басында Тайпақта қатыстым. Сосын қалаға көштім 5-ші класста. Сосын қалада 2 жыл істедім де интернатқа тапсырдым. Содан кейін 7-ші класстан бері спорт школында оқып келдім. Жеңістің формуласы қатаң тәртіп пен тұрақты жаттығу. Өзін аяған спортшы нәтижеге жетпейді дейді ол. Мен өзім Жошура Мараяманың күресін айтып маған. Оның подхваты бар, учиматы деген сол әдісін айтып. Бірақ өзім оны жасамаймын, бірақ соның күресін айтып өзім. Мырзатай да енді өте мықты бала. Ол таза еңбекқор, одан кейін оның бір мінезі бар. Андай болады ғой, бір өліспей беліспейді деген. Сондай бір характер бар, сондай. Соңына дейін күреседі. Оған 5 секунд, 10 секунд қалғанша одан үміт күтуге болады. Жақсы қасиет ол, спортшыда болатын. Ал Алтынбек Сұпығалиевтің тағы бір шәкірті Зейнолла Нұрхан, 10-шы сыныпта спорт шеберлігіне кандидат болған талантты спортшы. Бізде халықаралық турнир өтеді. Асқар Шахиевті еске алуға үлкен турнир. Енді бұл жерге республикамыздың ең мықты деген балдары келеді. Одан кейін жаңа шетелдерден келеді, көрші мемлекеттерден. Сол кезде бұл бала 10-шы класс оқиды, 2008 жылғы. Енді бұл жаңа ата-ананың қолхатымен сол жерге күрестіреміз ғой енді. Күрестіріп, енді шынын айтқанда ондай табандай нәтиже болады деп күтпедік. Сол жерде чемпион болып, спорт шебері атағына ие болды. 10-шы класс оқып. Ол енді менің саламда осыған дейін бірінші спортшы 10-шы класс оқып жүріп, спорт шебері атағына ие болған. Ағайым айтты, күресіп көріп, ағын сынады. Күресіп көріп, ағам заңкет. Өте тартыс болды. Бәрі мықты ағаларым өзімнің соларды ұтуыма, осы ағайларымның арқасында бар. Мен ағам алып келді, Асылхан дейтін. Ауылдан 4 жасында ағам алып күнде үйіме келіп, жүр Нұрхан тренировка барамыз деп алып кетіп жүрген. Батыс Қазақстан облысы Косоловка ауданы Ақбатыр ауылында Самғазиев Жеңіс ағайымның түлегімін. Сол жақта тәлім алып, 7-ші класста спорт школаға түстім. Достар жаттым осында, адал достар қасымнан табылады. Шыдамдылықты, табандылықты үйретті. Зейнолла Нұрхан дзюдо ардагері Қазболат Құрмашевтың жолын қайталаған жас спортшы. Қазболат Құрмашев 16 жасында спорт шеберлігіне үміткер болған. Жасы 65-ке келсе де татамиді тастамапты. Ардагерлер арасында дзюдодан 3 дүркін әлем чемпионы. Қазір жас дзюдошылар жаттығатын орталықты басқарады. Көрген түйген бай тәжірибесін ізін басқан інілеріне үйретіп жүр. Біз кезімізде күрескен дзюдо, қазір күрестің дзюдосы бөлек қой. Негесің әрбір уақытында бір ережелері өзгертеді. Бірінші кездерде аяқтан ұстау болатын еді. Шамбыршыларға жақсы болып еді ол кезде. Сосын Жапонияның өздері ережесін өзгертті. Бірақ техника қазір басқа. Ана дамып келе жатыр, қазір балдар істеп жатыр ғой. Біз бұндай несін жаттығуда ондай істеген жоқпыз.
Дзюдо қазір бүкіл әлемде аса қарқынмен дамып жатыр. Сондықтан бұл спортта бәсеке өте жоғары. Чемпион шығару дейтін өте қиын деп айтуға болады. Енді ол да бір негізі бақ. Ол бір жақсы балалар болады, талантты. Бірақ ересектер келгенде жете алмай қалуы мүмкін. Bir көрінбейтін палуандар болады, жай-жаймен келетін. Енді былай айтқанда тоқтаусыз еңбектің арқасында жүретін жұмыс қой. Жеңіске жету үшін тек қана еңбекпен емес, ол сонымен қатар жаңағы спорт өзіңіз білесіз, финансированы көп қажет етеді. Сол бізге уақытылы финансировать етіп, ондай қолдау көрсетуде біздің федерациямыз бар, басқарма басшысы бар. Енді федерациямыз енді әр жетістіктен кейін Қазақстан чемпионаты болсын, Европа болсын, Азия болсын, әлем болсын, ешқайсысын қалдырып жатқан жоқ. Бәріне қолдау көрсетіп, премияларын беріп. Резерв бізде де жаман емес. Жастарымыз да, жасөспірімдеріміз де, олар енді чемпионаттарда жүлдеге иеленіп жатыр. Одан бөлек әлем чемпионатына да біздің 3 спортшымыз қатысты былтырдың өзіне. Айналып келгенде енді жүлдеге іліне алмаса да, соған дейінгі бүкіл этаптардың бәрінде жеңімпаз жүлдегер атанып келді. Үміт бар ол кісілерде де. Батыс Қазақстанның дзюдо мектебінен шыққан спортшылар қазір ұлттық құраманың сапында белдесіп жүр. Қазірде дзюдошылар үлкен жарыстарға дайындалып жатыр. Ол үшін аймақтың спортшыларына барынша жағдай жасалған. Арнайы дзюдо клубтарының да қатары күн санап артып келеді. Ендігі жауапкершілік спортшыларда. Жалпы жетістіктерімізді жыл сайын өткен жылдан қарағанда алдыңғы жылды жақсартуға енді тырысып жатырмыз. Алдағы жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты тұр. Жергілікті спортшы Фатима Супағалиева. Одан кейін жасөспірімдер арасында олимпиада ойындары бар. 4 жылда бір рет болатын. Соғанда бір ұлттық құрамаға кіріп қатыссақ жақсы болады деген ойдамыз. Соған мақсат қойып отырмыз. Жарыстардың арасында ірі жаңағы Асқар ағамыздың еске алу турнирі бар. Мамыр айында, одан кейін тамыз айында ересектер арасында Қазақстан біріншілігін Оралда өткізгіміз келіп отыр. Сондай ұсыныс білдірдік Республикалық федерацияға, спорт комитетіне. Өңіріміздің жалпы дзюдоға деген жанкүйерлер тарапынан, ата-аналар тарапынан, жаңағы облыс әкімдігінен, басқармадан жалпы үлкен қолдау бар. Енді осындай бір үлкен командалық жұмыс бар кезде үлкен мақсатымыздың бірі олимпиадаға бару. Осы жергілікті бір дзюдошымыз олимпиада ойындарында күресіп, сол жерден бір үлкен жетістікке жетсе, ортақ жұмысымыздың бірі деп есептейміз. Сол жетістікке жетсек, осындай бір үлкен мақсат қойып, арман қойып отырмыз. Енді сол жолда аянбай еңбек етіп жатырмыз. Балуандардың жетістігі өңірдегі дзюдоның жылдан жылға жақсарып келе жатқанының көрсеткіші. Үздіксіз еңбек, жан-жақты қолдаудың нәтижесі. Осы қарқынмен бұл спортшылар әлі төрткүл әлем көз тігетін додаларда олимп шыңын бағындырып, жеңіс тұғырында алтынын тістеп, көк туды жамылып тұрады. Ол күн, ол сәт тым жақын. Арларымызбен тұрамыз. Дайындаламыз.